Қайырлы күн достар, сіздермен Ақерке. Бүгін қыстық қиярды банкада сақтаудың әдіс-тәсілдерімен бөлісетін боламын. YouTube каналыма тіркеліңіз, өз әдіс-тәсілдеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Мен ең алдымен қиярлардың басын және соңын кесіп алып, кәдімгі суға 5-6 сағатқа салып қоямын. Және қызыл болгар бұрышын да жақсылап тазалап аламын. 5-6 бас сарымсақты осылай суға салып қоямын, ашылуы оңай болу үшін. Осындай укроп пайдаландым. Сіздер кепкен укроп пайдалансаңыздар да болады. Хрен жапырақтары қажет болады, ащы бұрыш және қызанақ. Ең алдымен банкаларды жуып, тазалап, осылай күнге кептіріп алатын боламын. Одан соң әр банканы этил спиртімен жақсылап шайып шығамын. Дайын болған банкамызға заттарды орналастырамыз. Укроп, хрен жапырақтары, ащы бұрыш, чеснок, жуылып тазаланған лавр жапырағы, қара домалақ бұрыш саламыз. Қызыл болгар бұрышынан 2-3 тілім салдым. 4-5 сағат суда тұрған қиярларымызды банкамызға жақсылап орналастырып, үстінен қайнаған ыстық су құйып, 15 минутқа қойып қоятын боламыз. 15 минут өткеннен кейін банкамыздағы суды төгіп, екінші рет қайнап тұрған ыстық суды құйып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Екінші 15 минут өткеннен кейін банкадағы суымызды төгеміз. Суды төгіп болғаннан кейін 2 литрлік банкаға 2 ас қасық тұз салдым. Егер сіздерде 3 литрлік банка болса, 3 ас қасық тұз салыңыздар. Және 1 аспирин салып, қайнаған ыстық суды құйдым. Суды құйып болған соң жарты шай қасық 70% сірке суын құйып, банкамызды жабамыз. Мен бір банкаға 1-2 помидордан араластырып жаптым. Осы әдіспен жапсаңыз, сіздің қиярыңыз қытырлақ болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.